Гипофиз безі, гипофизис немесе оны гляндуля питуитария деп атайды. Сына тәрізді сүйектің түрік ер тоқымы. Шұңқырында, яғни селя турциканың, фоссацелияның ішінде орналасатын безді мүше болып табылады. Осы бас сүйегі қуысынан ол жоғары қарай гипоталамуспен өзара шектесіп жататын болады. Мынау гипоталамустың инфундибулум деп аталатын құйғышты бөлігі. Гипофиздің көлденең мөлшері 10-17 мм, алдынан артқа қарай 5-10 мм құрайтын болады. Ер адамдарда 0,5 грамм, ал әйел адамдарда 0,6 грамм болады. Өте кішкентай без, бірақ та өте кішкентай без болса да, осы организмдегі барлық бездердің, былайша айтқанда көптеген бездердің қызметін реттеп отырушы без болып табылады. Гипофиздің екі үлесшесін ажыратамыз. Бірінші үлесшесін алдыңғы үлесшесі және де артқы үлесшесі деп екіге бөлінеді. Алдыңғы үлесі бізде лобус антериор, немесе оны екінші атауы аденогипофиз. Ірілеу келген барлық гипофиз салмағының 70-80% құрайтын болады. Ол артқы үлеске қарағанда тығыздау болып келеді. Гипофиз шұңқырында орналасатын оның дистальды бөлігі, парс дисталис, сонымен қатар аралық бөлігі парс интермедиаға ажыратамыз. Сонымен қатар артқы бөлікпен шекарада орналасатын, мінекей мына жерде бізде парс тубералис деп аталатын төмпелік бөлігі болады. Әрі қарай бұл жоғары көтеріледі да гипоталамустың жаңағы айтып өткен құйғышымен өзара шектесетін болады. Қан тамырлардың көптігіне байланысты, қазір мына фотодан көрейік, мынау мінекей аденогипофиз. Бұл аденогипофизде мына қан тамырлар өте көп орналасатын болады. Вот сол үшін де мына нейрогипофиз, яғни артқы гипофизден қарағанда бұның түсі бозғылт, сары, қызғылт болып келеді. Гипофиздің ендігі артқа үлесі, оны немесе нейрогипофиз деп атаймыз, лобус постериор. Гипофиз шұңқырының артқы қапталында орналасатын нервтік бөлік, яғни нервус лобус неврозус, және де аденогипофиздің төмпешік бөлігінің артында орналасатын құйғыш, яғни инфундибулумнан тұратын болады. Гипофиздің үлесі негізінен нейроглиальды жасушалардан тұратын, нейрогипофизға баратын, мінекей мынау. Например, бізде нейронның гормон бөлетін жасушалары болса, гипоталамустағы, мынау осы гипофизге баратын арнайы нейрондардың жолы болып табылады. Вот осындай жасушалардан, яғни питуициттерден тұратын болады. Негізінен атап өткенде гормондар гипоталамустың супраоптикалық және де паравентрикулярлық дейтін ядролары болады. Оны келесі жылы миды өткен кезде тағы да жіті таныс боласыздар. Вот сол ядроларда негізінен вазопрессин және де окситоцин деп аталатын гормондар болады. Вот солар нейрондар арқылы гипофиздің артқы бөлігі, яғни нейрогипофизге берілетін болады. Вот осы нейрогипофизден әрі қарай окситоцин және де вазопрессин деп аталатын гормондар бөлінеді. Бұның ішінде вазопрессин немесе оны антидиуретикалық гормон деп атаймыз. Бұл тамырларды тарылтушы және де жаңағы зәрді ұстап қалушы, яғни диурезге қарсы қызмет атқаратын болады. Келесі окситоцин, бұл өздеріңізге мектептен белгілі, жатыр бұлшықеттерінің жиырылуына әсер етіп, сонымен қатар сүт бөлуді жақсартатын болады. Сонымен қатар сары денені, яғни аналық бездегі өсуін тежейді және де ас қорыту жүйесінің бұлшықеттерінің тонусын өзгертетін болады. Яғни осы гипоталамуста түзілген гормондар нейрогипофизға түсіп отыр. Вот осы жүйені біз гипоталама-гипофизарлы жүйе деп атаймыз. Екеуі тығыз байланыста болғандықтан. Келесі алдыңғы үлестің жалпы гормондарына тоқтала кететін болсақ, ол алдыңғы үлестен бірнеше гормондар бөлінетін болады.
оның ішінде тиреотропты гормондар, ол яғни қалқанша безінің гормондарын реттеп отырады. Одан кейін кортикотропин, бүйрек үсті безіне, сонымен қатар соматотропин өсу гормонын атқаратын болады. Сонымен қатар гонадотропин жыныс жасушаларының өсіп жетілуін атқаратын болады. Сонымен қатар пролактин, яғни сүт безінің өсуін, сүт безінің яғни өсіп дамуын, жетілуін, сүттің түзілуін арттыратын болады. Сонымен қатар мына жерде меланотропин деп аталатын гормон бар. Бұл енді аденогипофиздан, немесе кейбір әдебиеттерде оны мына аралық бөлік, промежуточная долядан шығатын гормон деп аталады. Бұл яғни организмдегі меланиннің түзілуін реттейтін меланоцит гормоны болып табылады. Гистологиялық тұрғысынан қарасаңыздар да, бұны үшке бөліп қарастырамыз. Мінекей, оның сыртқы жағынан капсуласы жауып орналасады. Мынау ашық қызғылтау түсі бұл аденогипофиз. Одан кейін аралық бөлігі, және де аденогипофиз бен аралық бөліктің арасында бізде бос қуыс орын алады. Сонымен қатар мына бөлігі бізде аталады артқы, яғни нейрогипофиз болып табылады. Осындай гистологиялық препаратта гематоксилин бояумен бояғанда осындай көріністі көреміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.